Барлығына сәлем достар. Бүгін Удачи мультфильмі туралы айтып беремін. Барлығы өмірде әрқашан жолы болмайтын қыз Сэм жайлы. Ол жетімдер үйінде өсіп келді. Және ең жақын құрбысы кішкентай Хейзелдің қасынан мүлдем кетпейді. Кішкене қыз бірнеше күннен кейін оның жаңа отбасы болатынын айтады. Өкінішке орай Сэм 18 жасқа толды. Енді әрі қарай өз өмірін өзі сүру керек. Сэм бірнеше күннен кейін келіп жаңа отбасыға сәттілік тілеуге келетінін айтты. Сэмнің жаңа үйінде әдеттегідей сәтсіздікпен басталды. Қыздың жасаған барлық тірлігі керісінше орын алуда. Таңғы ас ішіп, суға түсу ең үлкен кедергі. Онымен қоса жұмысқа барар жолда тағы да сәтсіздіктер. Жұмысының алғашқы күні де өте ауыр өтті. Сэм уәде бергенде Хейзелге жұма күні келді. Бірақ оны асырап аламын деген отбасы қайта қыздан бас тартқан екен. Жексенбі күні тағы да отбасы көруге келеді. Мүмкін сол адамдар асырап алатын болар. Сэм қыздың көңілін көтеріп, қызықты әңгімелер айтып, сүйікті әнін айтып берді. Сол күні кешке Сэмнің тағы да жолы болмады. Себебі тамақтанатын бос орын жоқ. Ол қара мысықты кезіктіріп, тамағымен бөліседі. Ол мысыққа барлық болып жатқан жағдайды, Хейзелдің жаңа отбасы табуын қатты қалайтынын айтады. Мысық қашып кетіп, оның отырған жерінен Сэм тиын тауып алады. Таң атып, күн керемет басталды. Бұл қыздың жолы ешқашан бұлай болмаған. Барлығы тауып алған тиынның арқасында деп ойлайды. Бірнеше эксперимент жасап, сол жолы болғыш тиын таптым деп ойлайды. Дереу балалар үйіне хабарласып, түстен кейін Хейзелге баратынын айтады. Жұмыс күні сәттілікке толып өтіп жатқан сияқты еді. Бірақ тиынды жоғалтып алған сайын барлығы астан-кестең болды. Қайта жолда ол қайта қара мысық жолықтырып, тиынды дәретханаға түсіріп жібергенін айтады. Мысық оны естіп ашуға булықты, қызға ұрсып тастады. Ал Сэм сөйлейтін мысыққа аң-таң болды. Қыз тағы бір тиын беруін сұрайды, бірақ мысық қашып кетеді. Қыз артынан қуған кезде мысықтың әдеттегіден тым жолы болды. Анық бұл жай мысық емес. Сэм ақыры ол мысықты тапты. Ол басқа елге портал ашып отыр. Қыз ойланбастан артынан барады. Мысық шошып кетті. Себебі адамдарға мұнда болуға рұқсат жоқ. Ол өзін жолы болғыш мысық боп деп таныстырды. Ол тамақпен алдап менің жолы болғыш тиынымды ұрлап алдың деп қызды кінәлайды. Ол тиын адамдар әлеміне саяхат жасау үшін қажет. Аяқ асты лепрекондар келіп қалды. Мысық оларға есеп береді. Мысық қызға осы жерде екеніңді біліп қойса, бізді ең жолы болмайтын әлемге аттандырады деп ескертеді. Қыз жолы болғыш тиынды алмай кетпейтінін айтады. Ол қызға көмектеседі, бірақ мысыққа Сэм жоғалтқан тиынды табу қажет. Қыз оған түйме беріп, ол іске асады. Мысық бастығын алаңдатқанда Сэм киім ауыстыратын бөлмеге кіріп кетті. Ол өзінің досы Джерридің киімін берді. Мысық барлығына қыздың Латвиядан келген лепрекон деп таныстырады. Сол үшін қыздың бойына ешкім мән бермейді. Боб бұл әлемде мүлдем сәтсіздік жоқ деп айтты, бірақ ол қызға қатысы жоқ екенін ұмытып кеткен сияқты. Қыз тиындардың складына жетті, бірақ оған өзі берген түйме түседі. Складта болған жағдай үшін мысық қызға кетуін өтінеді. Олардың әңгімесін Джерри естиді. Қыз оған барлығын айтып береді. Джерри жоғалған тиындарды табатын ескі дрондарды бар екенін айтады. Оны пайдалану үшін кристалл алу керек. Олар сәттілік жасалатын зауытқа келді. Мысық Кейт туралы айтып береді. Ол сәтсіздікті сезетін жалғыз дракон. Ол тексеріп отырады. Сэмнің әдеттегідей жолы болмайды, бірақ Боб кристалды алып үлгереді. Олар басты орталыққа келді. Мұнда сәттілік пен сәтсіздік араласып жерге түсіріледі. Джерри дронға кристалл салып, дрон тиынды дәретханадан тауып алады. Бастық әйел түймені тауып алып, мұны 3 мысықтан көреді. Джерри қолғап киемін дегенше дронды мусорға тартып әкетті. Сэм мен Боб сәтсіздік пен сәттілік әлемінің дәл ортасына баратын болды. Тиынды табу үшін. Сэмнің тағы жолы болмады. Ол лифтті байқамай, тек сәтсіздік әлеміне ауыстырып жіберді. Қыз ол жақта қамалып қалды. Мысық шығар жолды нұсқады. Қыз өте көп қиын жолмен өтіп, керекті орынға жетті. Ол Бобты кездестіріп, сөйлегіш Джеффке келді. Ол өзінің ойлап тапқан жұмысымен бөлісіп, бұл зат сәтсіздік шығарады деп айтады. Ол Кейтпен бақытты болған, бірақ екі әлем болған үшін олар бірге емес. Джефф дронды тауып, складқа жібергенін айтады. Бобтың көңілі түсіп кетеді. Сэм мысыққа көмектескісі келіп, дракон Кейттен көмек сұрайды. Дракон Джеффті есіне алып, көмектесетін болып шешті. Ол қызға сәтті тиын береді. Қамауға алып бара жатқан Бобты көріп, оның тиынын беріп алып қалады. Қыз Хейзелді 1 сағаттан кейін жаңа отбасы алып кету үшін Джефф ойлап тапқан машинаны өшіріп қояды. Бұлай сәтсіздік адамдар әлеміне түспей бәрі бақытты болады деп ойлады. Сэм үйіне қайтпақ болса, жарылыс болып, барлық сәтсіздік жер бетін жаулап алды. Хейзелді тағы да асырап алмады. Кристалдың барлығы жарамсыз болып қалды. Кейт барлығын түзеу үшін бір ғана тиын жетер еді, бірақ тіпті Бобтың тиыны жарамсыз. Боб қыздан кешірім сұрап, қыздың өте батыл екенін айтады.
Бірде қыздың есіне сәтсіздік әлемінде кристалл кіргені есіне түседі. Қыз бірден сол жаққа барып тұрғындардан қорқып жүр, бірақ әлдеқайда мейірімді болып шықты. Тұрғындар өздерін жақсы сезіну үшін көп жылдар бойы сәттілік кристаллдарының бөліктерін жинаған. Ол бөліктерді Сэмге береді. Қыз Кейтке апарып береді. Кейт сәтсіздікті мүлдем жоймақшы, бірақ Сэм оны тоқтатып, бұл өмірге сәтсіздік те керек екенін айтады. Барлығын қалпына келтірді. Ол ақыры Хейзелді асырап алғанын көрді. Сәтсіздік және сәттілік әлемінде адамдары бірге өмір сүретін болды. Ал Бобқа арнайы жолы болғыш тиын жасап берді. Бірақ енді ол Сэммен бірге қарапайым мысық болып өмір сүргісі келеді. Қыз өте бақытты. Енді оның отбасы бар. Бір жыл өтіп Сэм жұмыста жоғарылады. Олар сәтсіздікке қарамастан бірге керемет уақыт өткізеді.